Қайырлы күн. Бүгін сіздерге тауықтың етін мариновать етіп көрсететін боламын. Өте дәмді, тәтті болып шығады. Осы рецепт бойынша жасасаңыз, қасына картоптан пюре жасап, осылайынан дәмді қылдырып кешкі тамақ жасадық. Міне духовкада дәл осылай етіп мариновать етеміз. Осы рецепт бойынша сіз де жасап көріңіз. Уақытыңызды көп алмайды, өте жеңіл. Видеоға лайк басып, бізге тіркеліп алыңыз. Мені духовкадан шыққан сәті аздаған ғана тауықтың филесін алдым. Дәл осылай етіп, міне бұрыш салдым, тұз салдым, сосын аздап үстіне кетчуп салдым да, осылайынан дәл видеодағыдай етіп, жан-жағына барлығын жағып, дұрыстап, сіңіріп, осылайынан біраз уақытқа қойып қойдым. Енді духовкамды жылытып, осы филемді пісіруге қоя бердім. Фольгамен осылайынан жаптым, сосын барып, міне бізде уже пісіп шықты, көріп тұрсыздар. Өте дәмді, өте тәтті болып шықты. Сізде дәл осылай жасап көріңіз. Мына міне духовкадан шыға салған сәті. Балаларым барлығы сүйсіне жеді. Қасына картоптан пюре жасап, дәл осылайынан етіп турап, кешкі асқа бәріміз бірге жедік. Рецепт міндетті түрде описанияда болады. Менің каналымда осындай өте жеңіл рецепттер салынып тұрады. Каналыма тіркеліп алыңыз. Міне қызымның жеп жатқан сәті. Тамағымыз тез бітіп қалды. Өте дәмді шықты. Сіз де жасап көріңіз.